Шимали Македонияның НАТОға қошылуы қында протоколны бағылашымның 29 аза мемлекетлерінің элчелері имзалады. Мерасим бағылашымның Брюксельдегі штаб дайресінде кечірілді. Бұл ярда Шимали Македония тышқы ішлер назирі Николай Димитров ве НАТО баш кетібі Йенс Столтенберг иштирак еттілер. Вестиқанада бағылашымның эпосы аза мемлекетлерінің парламентлері таздықламақ керек. Бұндан сон мемлекет НАТОның 30 аза мемлекеті олacak. Teşkilatның баш кетібі Йенс Столтенберг протоколының имзалануы тарихи бір вақа олғананы білдірді. Бүгінден башлап Шимали Македония темсілчілері бағышламның топлашуларында дәвет етілген тараф сыфатында иштирак етіп олacaklar. Бұл сызны тышқы ишлер назирі апрель айында назирлер көрішінде иштирак етмеге дәвет етеміз. Эндеден башлап Шимали Македония ве НАТО арасында мунасибетлер турны деңіштірмес.